Мынау бүгінгі сатылып жатқан шылаушандар міне коробкалап, бірнеше коробкалап кетіп жатыр. Уже біз бұларды биогумустан айырып, тек қана бетіндегі қорымның ішіндегі шылаушандарды айырып салып бердік. Міне шылаушандар іштерінде міне бірнеше коробкаларды алып кетіп жатыр, машинаға салып жатыр. Мына біз үйіліп жатқан уже ферментациядан өткен гөңдер, қызып суыған ферментациядан өткен дайын гөңдер бұлар. Мына есіктің алдына қойып, цементтің үстінде біз гөңдерді жудық, тазартып, аммиагынан тазартып гөңдерді жуып, осылай шылаушандарға дайындадық. Енді міне қазір кетіп жатқан шылаушандар. Шетіне коробкалар тасып жатыр әкеліп. Мында коробкалар да келе жатыр, мына бірнеше коробка. Не құрметті шылаушанға қызығушылар, бұны кім алады демеңіздер. Кімге мысалы биогумус керек, міне сол алады. Қазір мына жігіт өзінде теплицасы бар. Әуелі биогумус өндіргісі келіп отыр, биогумус өндіре отырып, және мына шылаушандарды да өсіріп көбейтпекші. Өйткені бұл екі бағытта көбейтеді. Әуелі шылаушандарды көбейту, сонан соң биогумус өндіру болып тұр мақсат. Биыл көктемге дейін мына алған шылаушандарымен биогумус өндіре отырып, көктемде өзінің егістігіне биогумус пайдаланады. Және де көктемге дейін мына шылаушандар өте көбейеді. Көбейген шылаушандарды алып, көктемде бұл да 1000 квадрат жерлерге тастап, әлі үлкен кәдімгі неге айналдырамын деп отыр, Құда қаласа. Биогумустарды өзім тонналап өндіремін деген жақсы ниетпен міне алып жатыр. Өйткені қазір қыс, жаз деген сөз жоқ. Көп адам көктемде аламын деп ойлайды. Ал бірақ көктемге дейін сіз қанша уақытта ұмтыласыз? Міне мына жігіт қазір көктемге дейін мына алып кеткен шылаушандары биогумус өндіреді, және де көбейеді бұлар көктемге дейін. Сіздің қазір салған 150 000 теңгеңіз или 300 000 теңге, 2 квадрат метр 300 000 теңге, 300 000 теңгеңіз көктемге дейін бірнеше миллионға айналады. Міне азғантай ғана шығынмен бастап үлкен табыс табуға болатын нағыз жаңа кәсіп. Бұл деген тезектен ақша жасау деген сөз. Жұрттар ауадан да ақша жасап жатыр ғой. Воздухтан, облака дейді, воздух дейді, содан ақша жасап жатыр. Ал біз кәдімгі өзіміздің еңбегімізбенен калифорниялық шылаушандарды өсіріп, биогумус өндіргелі жатырмыз. Бұлардан сұйық биогумустар да дайындалады. Және де биогумустың өзінде пайдалануымызға болады.